Доха тұрғындары үшін бұл түн ұйқысыз өтті. 2 сағаттың ішінде зымырандардың 2 толқыны ұшырылды. Бірінші түнгі сағат 3-тен кейін, екінші таңғы 5-тен кейін болып, әуе қорғанысы жүйесінің зымырандарды атып түсіргендегі соққы толқындары Астананы дүр сілкіндірді. Биліктің мәлімдеуінше зымыран сынақтарының құлауы салдарынан бір бала жарақат алған. Бірақ зымырандардың тікелей нысанаға тиген тұстары тіркелмеді. Бұл жағдай тек Қатарда болған жоқ. Бахрейнде әуе дабылының сиреналары қайта іске қосылды. Ал Иордания Иранның 3 зымыранын атып түсіргенін хабарлады. Сонымен қатар ақш Иран ішінде қатарынан 6-шы түн бойы әуе соққыларын жүргізді. Вашингтон әскери инфрақұрылымды нысанаға алғанын айтса, Иран бұған жауап ретінде Кувейт, Бахрейн және Сириядағы ақштың әскери нысандарына соққы бергенін мәлімдеді. Тегеран сондай-ақ ақштың Ормуз бұғазымен байланысты бақылау радарларын, соның ішінде Омандағы радарды атқылағанын айтады. Бұл мәлімдемелер әзірге тәуелсіз көздермен расталған жоқ. Тараптардың мәлімдемелері де қатая түсуде. Иран егер ақш соққы ауқымын азаматтық немесе маңызды инфрақұрылымдарға дейін кеңейтетін болса, бүкіл аймақтағы инфрақұрылымдарды нысанаға алып, қарымта қайтаратынын ескертті. Екі тарап та ашық түрде дипломатия туралы айтуды жалғастырғанымен, шынайы өмірдегі жағдай мүлдем бөлек. Ұрыс қимылдары өршіп, қақтығыс ауқымы кеңеюде. Парсы шығанағындағы елдер бұл текетіреске тартылып жатыр. Адель Халим, Евроньюс, Доха.